Барлықтарыңызға сәлем достар. Ойбай, не болып кетті достар, жер сілкініп кетті ма құрсын. Достар, бүгін мен сіздерге өзімнің екі үлкен бай үйімді көрсететін боламын. Не үшін мені қап-қара болып кетті деп айтпай қойыңыздар. Мен осы жаз бойы шетелден шықпадым, сол үшін Египтен шықпаған болатынмын, сол үшін мен өстіп қарай кеттім. Достар, кстати, осы мен ванныйым, ең бірінші үйім, осы 4 этажды үйім. Және сіздерге кім бастаушы бітіріп жатыр, соларды құттықтаймын шын жүректен. Жарайсыздар, осылай 5-4-ке бітіріп жүре беріңіздер. Алдарыңызда болашақ жарқын күтіп тұр сіздерді. Ал достар, енді осындай бізде кухня, қараңыздар, осындай кухнямыз бар, енді осындай холлымыз бар. Мына жерде бізде тамақ ішетін жеріміз бар. И астыға түссек, осындай бассейн зонамыз, бірақ әлі бассейнді ашпадым, себебі мен шетелден жаңа ғана келдім. Осындай, сосын бізде лифт бар, ламборгиним бар белый. Енді 3-ші этажға көтерілсек, бізде осындай 2 адам жататын спальный детский, сосын мастер спальный. Мастер спальный бұл осындай террасаға түсіп тұрады, және де осындай ұзын туалетім бар. Бұл үйім өте керемет, маған қатты ұнайды. Қараңыздар, осындай лифтпен 4-ші этажға көтеріле аласыздар. Мына жаңағы детская, мына холлым. Енді бұл самый қатты ұнайтын үйім емес, маған қатты ұнайтын үйім бар. Қазір оны көрсетем. Мынау бізде 4-ші этаж, самый демалатын жер. Бұл жерде бізде джакузи, осындай отыратын күшті жерлер бар. Қараңыздар, мен оны джакузиға шаршап жұмысымнан келгенде осы жерде жата саламын. Күшті демалып аламын. Енді достар, мен сіздерге бұл үйімді көрсеттім. Енді екінші үйіме барайық. Бұл самый қатты ұнайтын үйім, бірақ қазір сіздерге ішін көрсететін боламын. Екі үйде маған қатты ұнайды, екі үйімде, бірақ осы үй қаттырақ ұнайды. Достар, бұл үйім көбінесе андай черный вайпты береді, және де күшті заманауи үйім. Қараңыздар, кіреберісте осындай бізде холл бар, холл диван, осындай жерде тұратын күшті, және де мен осындай неге қап-қара деп айта бермеңіздер достар, мен ренжіп қаламын. Қараңыздар достар, содан кейін бізде осындай кухня, холл, астында менің гаражым бар. Гаражда осындай ламборгиним тұрады, сап-сары. Ана үйімде белый ламборгини болса, осы жақта желтый ламборгини. Достар, енді қараңыздар, осындай кухням бар, содан кейін осындай туалетім бар 1-ші этажда. Содан кейін мына жақта бізде менің спальныйым, потому что бұл жақта қазір сіздерге көрсетем, самый қатты ұнайтын жер. Бұл жер бізде осындай водопадный демалатын жер. Содан кейін мен спальныйым, қараңыздар достар, бұл қатты күшті мастер спальный. Бұл жерде гардеробный да бар, сосын ванна да бар. Содан кейін осындай туалетім бар. Короче, барлығы черный цветте маған ұнайтын. Енді қазір мен сіздерге 3-ші этажды көрсететін боламын. Себебі бізде подвал бар. Қараңыздар, 3-ші этажда бізде 2 комната бар. 2 комнатада біріншісі бізде детский, осындай обязательно лестница тұрады. Қараңыздар достар, осындай детская, черный тоже маған қатты ұнайды. Мына жерде бізде секретный комната, оны көрсете алмаймын. Содан кейін бізде тағы да мастер спальный, и осылай видео аяқталады.